Мен номер 1 мектеп гимназиясының 9-шы А сынып оқушысы Жұмахан Әсем. Бүгін 12 қараша, яғни Ғазиз Байтасовтың дүниеден өткен күні. Ғазиз Байтасов 1971 жылы 3 сәуірде Тараз қаласы Түймекент ауылында дүниеге келген. Бірақ ол әкесінен ерте мектеп жасында айырылған. Ол мектепті 1997 жылы бітіріп, Қарағанды политехникалық институтына оқуға түседі. Ғазиз Байтасов өзінің қызметін 20 жыл құқық органында өткізген. Бірақ өкінішке орай Ғазиз Байтасов 2011 жылы лаңкестердің қолынан қаза тапқан. Лаңкестер халыққа қарай гранат лақтыратын кезде Ғазиз Байтасов өз жанын пида етіп, отандастарын құтқарып қалған. Бұндай ерлік екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сондықтан Ғазиз Байтасовқа халық қаһарманы деген атақ берілген. Әр жыл сайын 12 қараша күні Ғазиз Байтасовтың ескерткішінің алдына гүл қойып тағзым етіледі. Біз Ғазиз Байтасовқа осындай берекелі күнде өмір сүріп жүріп, өзінің отандастарын құтқарып, өз жанын пида еткені үшін басымызды иіп мың алғыс білдіреміз.